Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен лағманға ұқсаған кеспе дайындаймыз. Қолдан жасалған. Ең алдымен қазанымызды қыздырып, май құйып, етін жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін пиязымызды үстіне ұсақтап турап саламыз. Жақсылап қуырып аламыз. Бетін жауып қойып, араластырып, одан кейін үстіне сәбізімізді ұсақтап турап қосатын боламыз. Оны да жақсылап қуырып аламыз, және болгарский қоссаңыздар болады. Мен морозильникке қатырып қойған болатынмын жазда. Соны алып қостым. Сіздер де солай жасаңыздар. Сосын оны да жақсылап араластырамыз. Қалауыңызша томат қоссаңыз да болады. Өзіңіз қалауыңызша қоса беріңіз. Және де оны қуырып болғаннан кейін бетін жауып қоямыз. Жақсылап араластырып қозғап аламыз да, содан кейін су құямыз. Сіздер өздеріңіз қанша адамсыздар соншаға лайықтап құйсаңыздар болады. Одан кейін үстіне картобын саламыз, ұсақтап турап. Сосын бетін жауып қоямыз. Қайнаған соң қамырды жайып алып, осылай қалыңдау етіп жайып кесіңіздер майдалап. Астарыңыз дәмді болсын.